Құрметті тыңдармандар, аудармаш арнасына қош келдіңіздер. Сіздердің назарларыңызға үздік таңдамалы аудармалар ұсынылады. Әңгімелер ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, арнаны қолдап жіберуіңізді сұраймыз. Өмір қожайындары, 8-ші бөлім. Терешкиннің зәулім үйіне қайта оралған Женя бірден жуынатын бөлмеге кіріп, есікті іштен тарс жапты. Жылау үшін емес. Жоқ, жылауға деген құлқы жоғалған. Қорқынышы да, көз жасы да артта қалғандай. Кенеттен пайда болған Сережа оны ұйқыдан оятқандай, есін жиғызғандай болды. Үстіндегі күміс көйлегін жұлып алып салқын кафельге лақтыра салды. Содан соң, бір кездері өз үйінде істейтін әдетіне салып, айнаға қарап тұрды. Ондағы бейнесі өзіне мүлдем ұнамады. Шашының түсі де, сәні де, әлгі бояу да жанына жат көрінді. Женя краннан суды ағызып жіберіп, бетіндегі бояуды ызаланып жуа бастады. Ол енді құбыжықтың қолындағы қуыршақ болып жүргісі келмеді. Виктор өзін әлемнің әміршісі сезініп, оның ғана емес, отбасының да тағдырын шешетіндей көрінді. Бүгін олар Сережаны сабады. Ал ертең не болады? Күйеуінің кетпейтінін, тынышталмайтынын біледі. Ол келген соң, бұл істі аяғына дейін жеткізіп, қалай да болсын онымен кездесуге тырысатыны анық. Осыны біле тұра, Женя күйеуінің көзіне тура қарап, хатты жазғандарын айталар мекен? Неге? Бәрі неге осылай? Сүйікті адамын неге құшақтай алмайды? Өзі қатты сағынған қызына неге бара алмайды? Осы сәттен бастап ол күресуге бел буды. Ағыспен жүзе беру жеткілікті. Бұл үйде өмір бойы тұра алмайтыны анық. Әр күн сайын Викторды жек көруі күшейіп келеді. Кейде Женя оны өлтіргісі келетін. Жек көрушілігінің қаттылығы сонша, ол мұны істей алатындай көрінді. Бірақ бұл оған бостандыққа келмейді. Ол бір түрмеден тор мен бақылаушылар бар шынайы түрмеге ауысады. Отбасымен қайта қауыша алмайды. Женя айнаның алдында қанша тұрғанын білмеді. Есін жиғанда құлыптаулы есікті біреу қатты қақты. «Әлі қанша боласың?» деді Виктор наразы дауыспен. «Ұйықтайтын уақыт болды». «Ұйықтай бер. Мені күтпей-ақ қой. Бүгін көңіл күйім жоқ». Женя мұны қатты, райынан қайтпайтын үнмен айтты. Виктордың есік алдында тұрғанын, ойланып, ары-бері жүргенін естіді. Өз дегенін істеуге тырысарын немесе кетіп қаларын білмеді. Кейін күрсінген дыбыс естілді де, аяқ дыбыстары алыстады. Женя алғашқы жеңіске жеткенін түсінді. Кішкентай болса да, жеңіс. Оның ұйықтағысы келмеді. Қонақ бөлмедегі креслоға жайғасты. Бүкіл түнді сонда өткізуді ойлады. Женя Ританың келгенін асыға күтті. Осы жек көрінішті үйде сөйлесуге болатын жақын адамы бар. Осылайша креслода отырып, Женя ұйықтап кетті. Таңғы аста Терешкин қатты ашулы болды. Ол үнсіз тамағын жеп отырып, ара-тұра Женяға ашулы көзбен қарады. Женя да үнсіз тамақтанды. Дәлізде сенімді Кирилл жүрді. Терешкин тамағын жеп болып, аузын сүртіп, майлықты лақтырып жіберді. Осының бәрі оның ашулы екенін көрсетті. Ол күзетшісіне әдейі қатты дауыспен бұйрық берді. «Бүгін күні бойы Евгенияның қасында боласың. Ешқайда кетпе», деді де Виктор қызметіне кетіп қалды. Женя жайлап күрсінді. Енді Кирилл оның соңынан қалмайды. Демек, Ритамен сөйлесуге мүмкіндік болмайды. Дегенмен, Кирилл де адам ғой. Оның да табиғи қажеттіліктері бар. Көлік жөндеуді де жақсы көреді. Ыңғайлы сәтті күту керек. Кирилл де Женяның көз алдында жүргісі келмеді. Бұл жұмыстан шаршап кетті. Ол бақылаушы емес қой. Одан басқа Женя үйден қайда кетсін? Қазір ең бастысы күйеуінің қайтадан келмеуін қадағалау. Ал оны аулада тұрып та бақылауға болады. Күзетші осылай шешті де аулаға, көлікке қарай шықты. Жарты сағат өтпей жатып, зәулім үйден Рита шығып келді. «Кирилл, мені базарға, азық-түлік алуға апарып тастайсыз ба?» деп көздерін сызылта қарады. «Жоқ, апара алмайым», деді Кирилл көліктің капотының астынан басын көтермей.
Рита оның жауабын алдын ала білген. Әрине, ол қожайынның бұйрығына қарсы шығып, үйден кете алмайды. Ал сұрақты ол, таң атпай қайда бара жатқанына күдіктенбесін деп қойды. Азық түлік алуға барады деп ойласын. Расында да, бос қолмен қайтпау үшін азық түлік сатып алу керек, деп ойлаған Рита, ауыр биік қақпадан шығып кетті. Әрірек кетіп, бірден сөмкесінен телефонын алып, Женя жаңа ғана сақтап берген нөмірге қоңырау шалды. Сәлеметсіз бе, Сергей? Сіз мені танымайсыз, бірақ сізбен кездесейін деп едім, деп ол телефон тұтқасынан ер адамның дауысын естігенде айтты. 1 минуттай сөйлесіп, Рита такси шақырып, Сергей айтқан мекенжай бойынша жолға шықты. Ер адамның тәулікке жалға алған пәтеріне ол еш қорқынышсыз кірді. Қорқатын несі бар? Бұл адам Женяның күйеуі ғой. Демек, сөзсіз жаман адам болмауы керек. Сергей есікті ашып, қараңғы дәлізде кері шегінді. Сондықтан Рита ішке кіргенде оның бетіндегі соққы іздерін бірден байқамады. Оның артынан бөлмеге кіргенде таң қалды. Охо, жақсылап көгертіпті. Сізді Кирилл ма сабап тастаған? Сіз Женядан келдім деп едіңіз, деді Сергей оның сұрағына жауап бермей. Ол маған бірдеңе айтып жіберді ме? Сергей Ританың әйелінің қоштасу хатында жазылғанды қайталап айтама деп қорықты. Бірақ Рита мүлдем басқаша жауап берді. Қарапайым жиһаздалған, жалға алынған бөлмеде төсектен басқа тағы 2 орындық бар еді. Рита бірінші кезекте солардың біріне отырды. Әңгіме ұзаққа созылады, сондықтан отырғаным дұрыс болар. Женя сізге бәрін айтып беруімді өтінді. Ол жоғалып кеткен кеш есіңізде ме? Оның тағдырын өзгерткен сол сұмдық қоқыс пакеті есіңізде ме? Пакеттегі бір нәрсе шіріп, сасыған еді. Сондықтан Женя оны таңға дейін қалдырмай, тез арада шығып лақтырып тастауды ұйғарған. Рита ұзақ егжей-тегжейлі айтты. Женямен танысқандағы өз әсерін де, Евгенияның қандай жағдайда болғанын айтты. Әңгімесінің орта тұсында Сергей 2-ші орындыққа отырып, басын 2 қолымен ұстады. Осылайша ол басын ұстап, үрейден сәл шайқалып, әрі қарай тыңдады. Әңгіме қорқынышты еді. Ол санаға сыймайтын. Дегенмен бәрін түсіндіретін. Мен білгем, деп күрсінді ер адам, Рита үнсіз қалғанда. Не болғанын дәл білмедім, бірақ Женяның өз еркімен кетпегенін түсіндім. Ол сол еркекпен өз еркінен тыс жүр. Мен қазір-ақ барып оның бетін қанға былғап, әйелімді алып кетем. Онда сен түрмеге отырасың, деді Рита сабырлы үнмен. 100% түрмеге отырасың. Сен мені мұқият тыңдадың ба? Мейлі, одан да түрмеге отырғаным артық. Әлде мен, әйелім мен үшін өзін құрбан етіп жатқанын біле тұра тыныш өмір сүре аламын деп ойлайсың ба? Ол бұның бәрін бекер істеген. Есіне түскен кезде салдарына қарамай үйге қарай кетуі керек еді. Біз бәрімен бірге күресер едік. Мен түрмеге отырсам да мейлі. Мен оны ол үйде 1 секундта қалдырмаймын. Жүр, ол тұратын жерді көрсетесің. Мен саған еш нәрсені көрсетпеймін, деп ернін тістеді Рита. Егер сен ол жаққа барсаң, бұл жолы соққымен құтылмайсың. Бұл өте қауіпті, ол қатыгез адам. Маған бәрібір, тіпті өлтірсе де. Ал Женяны ойладың ба? Деп Рита кенеттен сұрақ қойды. Сен қазір бос сөз айтып тұрсың. Ал Терешкин шынымен де сені құртып жіберуі мүмкін. Сені қамауға алып, ісіңді қайта қозғау үшін ол тек саусағын шертсе жеткілікті. Сен ештеңе істеп үлгермейсің. Ал Женя сонымен қала береді. Ол оған әсер етудің жаңа тәсілдерін табады. Сендердің тағы да қыздарыңда бар емес пе? Ол балаға да тиісе алады ма? Деп Сергей бозарып кетті. Мен саған соны айтып тұрмын ғой. Бұл адам хайуан. Ол еш нәрседен тайынбайды. Сені көргеннен кейін Женя күресуге бел буды. Бірақ ақылмен әрекет ету керек. Ол Терешкиннің заңсыз істермен айналысатынын анық біледі. Женя бұл туралы көбірек біліп, соны пайдаланғысы келеді. Ал сен осы жерде тыныш отыр. Ол бір нәрсе ойлап тапқан кезде мен саған қоңырау шалам. Евгения Терешкиннің күмәнді істері туралы бұрыннан сезіктенетін. Телефонмен сөйлескен үзік-үзік әңгімелерді естіп, оның бір қайырымдылық қоры арқылы заңсыз алынған ақшаны жылыстатуға қатысы бар екенін түсінген.
Және мұны сезсе де, осы сәтке дейін оған бәрібір болған еді. Виктор өте байқуатты адамдарға, оның ішінде бұрынғы қайнатасы Петр Степановичке, заңсыз жолмен тапқан ақшаны жылыстатумен айналысып жүрген еді. Дәл осы сәтте ол қайнатасының алдында аяқтары дірілдеп тұрған еді. Петр Степанович оны жұмыс күнінің ортасында күтпеген жерден шақырып алды. Жылы шырай танытпай, тіпті отыруға да ұсыныс жасамады. Виктор оның үлкен жұмыс үстелінің алдында кінәлі оқушы сияқты басын түсіріп тұрды. Ал Петр Степанович оған айқайлады. Витюша, сен тым шектен шығып барасың. Сен қандай адамдармен байланыста екеніңді білесің. Көзге түспей, сөзге ілінбей жүруің керек. Және ешқандай жағдайда, ешқандай жанжалға қатыспауың керек. Әлде мен бұл қызды жаныңда қалай ұстап жүргеніңді білмейді деп ойлайсың ба? Мен үнемі бәрін білем. Кешке мейрамханада не болғанын да білем. Мен сен білетіннен де көп нәрсені білем. Сендердің әлгі жарытпаған күйеулерің жанжал шығарғаннан кейін, жас журналист алаяққа сұхбат берді. Әйелінің қалай кенеттен жоғалып кеткенін, және кейін сенің қасыңнан қалай табылғанын айтып берді. Және оның әлі де заңды некеде бола тұра, сенімен тұрып жатқанын айтыпты. Ол сондай көп нәрсені айтыпты. Менің барлық жерде таныстарым бар. Сол үшін де Құдайға шүкір ет. Ол материал баспаға шыққан жоқ. Сен шектен шығып барасың, Витюша. Дереу сол бикешпен қоштасып, күйеуімен бірге өз қаласына қайтып кетсін. Түсіндің бе? Петр Степановичтің дауысы сенімді шықты. Виктор оның барлық талаптарын орындайтынына үйренген еді. Әрқашан солай болатын. Петр бұл құртты батпақтан шығарып адам қылды. Және оның сөзі Виктор үшін өмір бойы заң болды. Өмір бойы. Бірақ қазір емес. Жоқ, мен олай істемеймін. Терешкин айтпақ түгілі әзер шиқылдағандай болды. Шиқылдап, жөтеліп, даусына сенімділік қосуға тырысып, сөйлей бастады. Жоқ, мен олай істемеймін. Мен олай істемеймін, Петр Степанович. Және жақында ажырасады. Сосын ол менің әйелім болады. Ал жанжалдар енді болмайды. Мен сізге уәде берем. Не? Деп ақырып Петр Степанович үстелдің басынан тұрып көзіндегі дөңгелек, сәл қара түсті көзілдіргін шешті. Сен не дедің? Ол Викторға тақап келіп сығырайып қарады. Мен Евгенияға үйленейін деп жатырмын дедім. Мен сізге енді жанжалдар болмайтынына уәде берем. Онымен айырылысуға ниетім жоқ. Петр Степанович бұрынғы күйеу баласының бетіне ашулы көзбен қарады. Ол бұл жыланның қорқып тұрғанын көрді. Қалтырап тұрса да, қарсы шығуға батылы барды. Өмірінде бірінші рет қарсы шықты. Бұл жарытпаған күйеу баласында қайнатасына қарсы ақпараттың бар екенін білетін. Және қандай ақпарат? Виктордың қолында Петрдің жағдайын қатты шайқалтатын, тіпті қолайсыз жағдайда түрмеге отырғызатын құжаттар бар еді. Петр мұның қалай болатынын жақсы білді. Мұндай мұрағаттар ашылған кезде адамның қандай дәрежелі тұлға болғанына қарамастан, бұрынғы достары бірден бас тартады. Петр Викторды жек көретін. Терешкин оған сол кезде ақ, Люда оны үйге әкелген сәттен бастап ұнамады. Бірақ қызы қайтыс болғаннан кейін оны шын жүректен жек көре бастады. Осы үшін, яғни аурудың тек кеш сатысында анықталған үшін, қызының онымен тұрып, үнемі жасайтын опасыздықтарынан зардап шеккен үшін Петр Викторды кінәлады. Петр Терешкинді жек көретін, және бір саусақпен шертсе, оны барлығынан айыра алатын. Бір-екі қоңырау шалса жеткілікті, Терешкин қызметінен кетеді. Тағы бір-екі қоңырау оны қамауға алады. Бірақ егер Терешкинді қамаса, Петр Степановичтің өзі де отырып қалуы мүмкін. Ол бұрын абайсыз болған. Күйеу баласына сеніп, кейбір қауіпті құжаттарға қол қойған еді. Петр Степановичпен сөйлескеннен кейін Терешкин үйіне қарай кетті. Еңбек күні қызып тұрса да жұмыс туралы ойлаудың өзі мүмкін емес еді. Виктордың бүкіл денесі дірілдеп тұрды. Наразылықтан, ашудан және әзер ұстап тұрған қуаныштан дірілдеп тұрды. Ол өмірінде бірінші рет сол ақбас әжімді қартқа қарсы тұра алғанына қуанды.
Қайнатасы қазірдің өзінде зиратқа кешігіп қалғандар қатарында болса да, әлі де Виктор Терешкинге ақыл айтып, айқайлауға батылы барды. Дірілдегені соншалық, Виктор рульге отырғысы келмеді. Бірақ амал жоқ. Кирилл бүгін Женяға қарап отырған еді. Демек ол үйде. Міне, дәл қазір Виктор сонымен сөйлеспекші. Көңілін босатқысы келді. Ал Кириллден басқа кім оны үнсіз тыңдай алады? Қанша жыл өмір сүре тұра, Виктордың бірде-бір жақын адамы болмады. Бір кездері ол Наташаны жақын адам ретінде көрген еді, бірақ ол жиіркеніп одан теріс айналды. Ал Люданы Виктор ешқашан өзіне жақындатқан емес, себебі оны сүйген жоқ. Міне, содан сөйлескісі келгенде, сөйлесетін ешкімі де болмады. Кириллдің болғаны жақсы болды. Ол бәрін тыңдап, құпия сақтайды. Ол онсыз да көп нәрсені біледі. Білетіні аздай, өзі де белшесіне дейін осы іске араласқан. Енді Кирилл өмір бойы оның құлы болып өтеді. Женя Ританы күтіп, холды кезіп жүрді. Ара-тұра терезеге келіп, аулада көлікпен әуреленіп жүрген Кириллге қарап қойды. Ританың орнына аулаға кіріп келе жатқан Викторды көргенде, тыжырынып асханаға кетті. Виктор Кириллді шақырып, қатты қобалжыған күйде үйге кірді. Бірден қонақ бөлмесіне барып, бардан қымбат ішімдікті алды. Және ішімдіктің атауын білмесе де, әрі қарай не болатынын білді. Қазір Терешкин ішіп алып, Кириллдің алдында өз жағдайымен мақтанатын болады. Әдетте мұндай сәттерде Женя жатын бөлмесіне кетіп қалатын. Оған болып жатқан жағдай өте жағымсыз еді. Ол қазір де қонақ бөлмесінің қасынан баспалдаққа өтті. Жоғарға көтерілгендей кейіп танытты. Бірақ өзі ақырын қонақ бөлмесіне іргелес бөлмеге кіріп кетті де, есікті сәл ашып қойды. Бұл қандай жағымсыз жағдай болса да, бірақ осы жерде отырып тыңдау керек. Пайдалы нәрсе естуі мүмкін. Женя енді үнемі сақ болуды шешті. Терешкин ішімдікті 2 стақанға құйып, біреуін әйнек үстелмен Кириллге қарай жылжытты. Ол ішуден бас тартты. Бұл үнемі осылай болатын. Терешкин күзетшісін сыйлағысы келгендей түр танытса да, ол тек оның құлағының керек екенін түсінетін. Виктор бірнеше стақан ішімдікті бірден жұтып қойды. Ол тез мас болып тілі шүлдірлей бастады. Сен не? Мен одан қорқады деп ойлайсың ба, Кирилл? Ол бүгін маған айқайлап, әдеттегідей бұйырғысы келді. Ал мен жоқ дедім. Бүкіл өмір бойы. Бүкіл қарғыс атқыр өмір бойы ол маған не істеу керектігін айтып отырды. Себебі бір кездері маған жақсы қызметке орналасуға көмектескеннен. Бұл жай ғана түрткі болды. Ал әрі қарай мен өзім көтерілдім. Мен оған не? Құлмын ба? Ол маған айқайлауға батылы баратындай? Не істей алады ол маған? Еш нәрсе де істей алмайды. Менің көк папкамда оның өзін мойнына дейін көметін құжаттар бар екенін біледі. Мен оған не үшін осы уақытқа дейін жағымпаздандым десейш? Оның бұйрықтарымен қоса бұрыннан бері алысқа жіберу керек еді. Ақыры мен мұны істедім. Өзіне қатты риза болған Терешкин креслоға жайғасты. Енді ішімдікті асықпай тартып ішті. Көзін сығырайтып, өзінің адал күзетшісіне қарады. Эх, Кирилл, екеуміз қанша нәрсені бастан өткердік. Мен туралы бәрін білесің. Бірақ тіпті сен де менің сол папканы құжаттарымен және тағы басқа нәрселерді қайда сақтайтынымды білмейсің. Тіпті сенің Маринканы өлтірген кездегі сақтықсыз көрініп қалған жазбаңда сол жерде жатыр. Қорықпа, ешкім таба алмайды. Менің бұрынғы қайнатам тырыспады деп ойлайсың ба? Менің сейфімді ашқаны есіңде ме? Ол мені сондай аңғал болып, оны сейфте бәрі көрінетін жерде сақтаймын деп ойлаған. Кирилл үнсіз басын изеді. Бұл әңгімеде диалогтың қажеті жоқ. Виктор Николаевич жалғыз өзі керемет сөйлеп тұр. Ең бастысы үндемеу, тек басты изеп тұру. Терешкин оған бұл жазба туралы бірінші рет айтып тұрған жоқ. Итке сүйек тастағандай мазақ етіп немесе керісінше тізгінді ұстап отырғандай болды. Сол Маринка Кириллге ұнайтын, жақсы қыз еді. Терешкин онымен ұзақ кездескен жоқ. Ал ол болса еркекке мықтап жабысып алды. Тіпті жүкті болып, Виктор Николаевичті бопсалаған сияқты. Әйелінен кетуге мәжбүрледі.
Әрине, Терешкин ол кезде мұны істей алмады. Ол қайнатасына толықтай тәуелді болғандықтан әйеліне жабысып қалған еді. Кириллге сол Маринаны жою керектігін айтты. Кирилл қожайынның бұйрығын орындады. Ол подъезде камера орнатылған ойламады да. Терешкин сол жазбаны үлкен ақшаға сатып алып, өзінде сақтады. Сөйтіп Кириллді үнсіз құлға айналдырды. Бір жағынан Викторға бұл жазбаны жариялау тиімсіз. Себебі егер Кирилл ұсталса, тапсырманы кімнің бұйрығымен орындағанын айтып береді. Ал екінші жағынан, сонша жыл өтсе де Терешкин жазбаны жоймай сақтап отыр. Көрші бөлмеде тұрған есі шыққан Женя үрейден айқайлап жібермес үшін аузын алақанымен жапты. Маринканы өлтірді дегені не сөз? Яғни шынымен өлтірді ме? Қабырғаның ар жағында екі жаналар адам отыр. Олар бөтен адамдардың өмірін бұзып қана қоймай, сонымен қатар адамдарды физикалық тұрғыда да жойды. Қазір ештеңе болмағандай отыр. Ішіп, өздеріне сүйсініп отыр. Евгения қаншалықты есі шықса да, миы қызу жұмыс істеп жатты. Ол қандай да бір жағдайда сол көк папканы қолға түсіру керек екенін түсінді. Және Петр Степановичтің кім екенін, және осы адамның Терешкинге деген билігін сезінді. Виктор, ешкім папка мен бейне бақылау камерасының жазбасын қайда сақтайтынын білмейді деп мақтанды. Оның ашық сөздері Женяға қаншалықты қорқынышты болса да, ол бағын қармап алғандай сезінді. Себебі ол сол құпия орынның қайда екенін білді. Женя қатты әсер ететін дәрінің орнына дәрумендер ішіп жүрген кезде, бұрынғыша түр көрсетіп, өзін сол ұйқышыл қалпында ұстауға мәжбүр болды. Күндіз ол қатты ұйықтап жатқандай кейіп танытты. Терешкин бұған сенімді болғандықтан, өзінің жасырын орнын байқаусызда көрсетіп қойды. Жатын бөлмеде, қолдан жасалған қабырға панносының артында, қабырғаның бір бөлігі жалған еді. Ол жан-жаққа жылжитын, ал оның артында тағы бір сейф бар еді. Сондай сәйкестікпен, тіпті сол сейфтің кодын да көрген еді. Сол кезде Женя өз құжаттарын іздеп жүрген. Сондықтан Виктор үйде болмаған кезде, ол ең алдымен сол сейфті ашып, көңілсізденген еді. Онда көптеген заттар болды, бірақ оның құжаттары жоқ еді. Олар керісінше, Виктордың кабинетіндегі негізгі сейфте, көзге көрінетін жерде жатқан. Жеткілікті естідім деп шешкен Женя өзін байқап қалмай тұрып, ақырын екінші қабатқа көтеріліп кетіп, шыдамай сейфті тексерді. Ол Виктордың жақын арада жоғары көтерілмейтінін білді. Мүмкін оның жолы болып, сол қонақ бөлмесінде ұйықтап қалатындай мас болса екен деп үміттенді. Ертең шешуші күн болады. Үйден шыға алмайтындықтан, іске Сережа араласуы керек. Женя оған күмәнданған жоқ. Ол бәрін қажетінше дұрыс істейді. Келесі күні, түске жақын, Петр Степановичтің кабинетінің есігін ақырын қақты. Өзінің үлкен үстелінің басында отырып, интернеттен жаңалықтар оқып отырған қарт кісі есіктен басын сұққан күзетшіге жақтырмай қарады. Бұл күзетші әдетте оның қақпасының жанында отыратын, және үйге сирек кіруші. Петр Степанович, мына жақта бір жігіт сізге дөрекі түрде кіргісі келіп тұр. Мен оны қуып шаршадым. Өте табанды екен. Маған қоңырау шала алмадың ба? Неге бірден үйге кіріп келдің? Ол қандай жігіт? Нені қалайды? Деп Петр Степанович наразылықпен сұрады. Кәдімгі жігіт, 30-дар шамасында. Сіздің бұрынғы күйеу балаңыз туралы қандайда бір маңызды мәліметтер бар дейді. Солай ма? Деп Петр Степанович дөңгелек көзілдірігінің үстінен қасын көтерді. Қызық. Мен бұл жігіттің кім екенін болжай бастаған сияқтымын. Оны мына жаққа өткіз. Ал өзің есіктің сыртында тұр. Мүмкін керек болып қаларсың. Сергей қызығушылықпен айналасына көз салып кабинетке кірді. Бұрын мұндай үйлерде болмаған, бірақ еш қысылмады. Тек табандылық танытты. Бастапқыда Сережа Рита айтқан мекенжай бойынша үйге кіргізетіне сенімді болмады. Тіпті бұл күзетілетін аумаққа да зорға кірген. Қалай кіргенін есіне алғысы да келмеді. Ал қазір оны үйге кіргізді. Демек, бірінші қадам жасалды. Сергей кабинеттің ішін еш қысылмастан қарап шықты. Бұл Петр Степановичтің ашуына тие бастады.
Сіз кімсіз? Сізге не керек? Менің атым Сергей Смирнов. Әрі қарай жалғастырмай-ақ қойыңыз. Мен сіздің кім екеніңізді білем. Сіз өзіңізге қажет емес жерде жанжал шығарған жанжал қойсыз. Бәлкім жанжал қой шығармын, деп Сергей жымиды. Бірақ оған менің себептерім бар. Сіздің бұрынғы күйеу балаңыз менің әйелімді ұрлап әкетіп, оны кепілдікте ұстап отыр. Егер ол кетіп қалса, мені түрмеге отырғызып, тіпті өлтіруі мүмкін деп қорқытады. Бұл маған қызық емес, деп Петр Степанович тыжырынды. Бұл сіздердің істеріңіз. Маған не үшін келдіңіз? Менің қолымда қазір сізге қатысты құжаттар бар. Және оларды Терешкиннің сейфінен алды. Мен ондағы көп нәрсені түсінбедім. Бірақ олар сізге қызықты болатынын білем. Сондай-ақ менде Терешкиннің күзетшісінің өз қожайыны кездескен жас әйелді өлтіріп, сол пәтерден шығып бара жатқан бейнебақылау камерасынан алынған жазбасы да бар. Петр Степанович күтпеген жағдайдан орындығында дірілдеп, сәл көтеріліп қайта отырды. Көзілдірігін шешіп, арнайы шүберекпен мұқият сүртіп, ойланып, уақытты созды. Содан кейін асықпай көзілдірігін қайта киді. Олар үшін не қалайсыз? Менің түсінгенімше, сіз менімен саудаласуға келдіңіз ғой. Егер ақшаны айтып тұрсаңыз, онда жоқ, деп Сергей ащы күлді. Мен сізге жаңа айттым. Құжаттарды маған Евгения берді. Ол өзінің өмірін қайтарғысы келеді. Терешкинді жазалағысы келеді. Менің шарттарым мынадай. Мен сізге барлық құжаттар мен жазбаны берем. Ал біз Женя екеуміз кетіп қаламыз. Сіз сол жазбаны іске асыруыңыз керек. Сонда Терешкин бізбен айналысуға уақыты болмай қалады. Егер оның күзетшісін ұстаса, менің ойымша ол үндемей қалмайды. Кісі өлтіруге тапсырыс бергеннің кім екенін айтып береді. Қарапайым тілмен айтқанда, сіз Витяның түрмеге отырғанын қалайсыз ба? Ол істеген ісі үшін жауап беруі керек, деп Сергей қызу сөйлеп кетті. Ол қылмыскер. Билік басында отырған және өмірде бәріне рұқсат етілген деп ойлайтын қылмыскер. Иә, мен оның түрмеге отырғанын қалаймын. Егер сіз ол әйелді өлтіргені үшін ғана Викторды түрмеге отырғызуға болады деп ойласаңыз, қателесесіз. Құжаттар қазір қайда? Сіздің құжаттарыңыз сенімді жерде. Мен оларды өзіммен бірге әкелдім деп ойлайсыз ба? Маған кепілдік керек. Менің әйелім екеуміздің кетіп, бұрынғыдай өмір сүре алатынымызға және енді ешкім бізге тиіспейтініне кепілдік керек. Сізге қандай кепілдік бере алам? Деді Петр Степанович күрсініп. Мен қазірден бастап тетікті іске қосып, Викторды ұстауға істі бастай алам. Оның не үшін түрмеге отырғаны сізге маңызды емес қой. Ең бастысы жауап бергені ғой. Оны түрмеге отырғызуға кісі өлтіруден басқа да себептер жеткілікті. Мен мұны ұйымдастыра алам. Бірақ сіз маған құжаттардың сізде екеніне қандай кепілдік бересіз? Мен сізге адал сөзімді бере алам. Бұл аз, деп кесіп тастады Петр Степанович. Әрекетке көшпес бұрын, мен бұл құжаттардың маған қажетті қағаздар екеніне көз жеткізуім керек. Дәл қазір, менің күзетшімен бірге барып, оларды маған әкелесіз. Мен де сізге адал сөзімді берем. Сол сәттен бастап сіз әйеліңізбен толықтай бос боласыздар. Викторға сіздермен айналысуға уақыты болмай қалады. Бұған мен сізге кепілдік берем.